Сонда ғалымдарымыз айтады, кейде сенің таңдауың дейді, сенің таңдауың сен үшін қайырлысыз болуы мүмкін дейді. Ана кісілердің бәрі бірінші келіп, ой, қырылып байлардың алдын бәрін алып алды ғой. Мынау келді де соңында алды. Сенің таңдауыңнан дейді, кейде саған ұнамайтын нәрселер болады дейді. Осылай болу керек болады, басқа мүмкіншілік жоқ, таңдау жоқ. Соны пайдалансаң дейді, Алла Тағала соның артында жасырып қойған не болуы мүмкін дейді? Үлкен берекеттер болуы мүмкін дейді. Ана қараңыз. Алла пендесіне тек қана жақсылықты ғана қалайды дейді. Имам Шағрауи айтады, ана Құран кәрімде Али Имран сүресінде болу керек. Ана биядикал хайр деген аятта бір сөз келеді. Я Алла, жақсылық тек қана сенің қолыңнан деген сөз келеді дейді. Демек дейді Имам Шағрауи рахмаулла айтады, жақсылық пенденің басына келген қайғы да жақсылық дейді ғой. Ана қараңыз. Бір қарағанда сен оны қайғы деп қабылдап атсың дейді. Бірақ оның артында Алланың жасырған мың жақсылығы бар саған.